Барлықтарыңызға сәлем, менің атым Іңкәр. Және осы каналда біз әртүрлі әуендерді фортепианода ойнауға үйренетін боламыз. Бүгінгі біздің алғашқы сабақта біздің үйренетін әуеніміз Нұрлан Өнербаевтың «Анашым» атты әні болады. Біз осы сол қолдың қозғалыстарын үйренейік. Жалпы бұл қолдың әуені қиын емес. Яғни біз осы ля, до, ми ноталарынан бастаймыз. Бұл осы үш нотаны біз 6 рет ойнайтын боламыз. 5 рет ойнаймыз, ал кейін алтыншысында үшінші нотаны ойнамай қаламыз. Яғни 2 нота ойналады. Басынан бастап ойнайық. Енді ре нотасына көшеміз. Бұл бізде 4 рет ойналады. Кейін фа нотасына көшеміз. Бұл да бізде 4 рет ойналды. Енді ми нотасына көшеміз. Бұл бізде 2 рет ойналады. Қара клавиша. Басынан бастап ойнайық. Енді біз оң қолдың әуенін үйренейік. Тағы да. Келесі. Тағы да ойнайын. Енді тағы да. Енді соңғысы. Енді барлығын бірге ойнайық. Бұл бізде бірінші часті болды. Енді екеуін бірге қосайық. Жалпы бұл қиын емес. Мұнда бір нота ойналса, мұнда да бір нота ойналады. Бірінші жай ойнайық.
екінші бөліктің қозғалыстарына келейік. Жалпы бұл қолдың ойналатын әуені тағы да осы бірінші бөліктегі әуенге ұқсайды, тек шамалы өзгерістері бар. Бұнда да яғни ля нотасынан басталады және де оны 6 рет ойнаймыз. Енді фа нотасына көшеміз. Бұл бізде 2 рет ойналады. Енді біз ля нотасын тағы келеміз, бірақ бұнда до нотасы емес, до диез нотасы болады, яғни қара клавишаны басамыз. Бұл да бізде 2 рет ойналады. Енді ре нотасына көшеміз. Енді соль нотасы, до нотасы, кейін фа нотасы, ре нотасы, енді ми нотасы 2 рет. И басындағы ля нотасына қайтып келеміз. Енді біз оң қолына әуеніне көшейік. Яғни мұндағы әуен осы тағы да ля нотасынан басталады. Енді тыңдайық. Бірге қоссақ бір-бірін, тағы да бір нота ойналса, онда сол қолда да бір нота ойналады. Енді бізде келесі манағы ноталар тағы да ойналады, яғни мына жері. Енді сәл өзгешелеу ойнаймыз. Ал енді сол жақтың әуеніне көшейік. Бұнда да яғни ля, до, ми ноталар ойналады. Және де соңында бір өзгешелік болады. Яғни тыңдайық. Осылай біздің әуеніміз аяқталады. Және осы ең соңғы бөлігін тағы да ойнап жіберейік. Бірге 2 қолды қосамыз. Осымен біздің әуеніміз аяқталады. Енді біз барлығын бірге жайлап ойнайық басынан бастап.
осымен біздің алғашқы сабағымыз аяқталды. Мен сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Және де келесі аптада бізде басқа да сабақтар шығатын болады. Сондықтан да менің каналыма тіркеліңіздер, осы видеоға лайк басыңыздар. Және де барлығыңызға сәттілік тілеймін.